Сәлем, сізден бірге Таби және бүгінгі осы видеоға қош келдіңіздер. Бұл видео менің бір күндік блогым. Яғни мен бүгіннен бастап бір челлендж бастадым. Арықтау, 14 күнде арықтау, бірақ 2 күн мен дұрыс істей алмай қалдым, потому что бір жаққа кетіп қалдым. Причиналар бар. 2 күн қалдырып қойдым, енді мен 12 күндік болып қалды. Негізі челленджім енді 3-ші күннен басталып жатыр. 3-ші күннен бастап мен правильное питание, яғни дұрыс тамақтануға отырып, азан қалса тұрып жүгіріп жаттығу жасап, су ішіп күніне соның бәрін істеп жатырмын. Яғни бұл видео, мен өзім үшін түсіріп жатырмын. Енді былай бір жағынан мотивация маған, бір жағынан ютубқа саламын, бір жағынан сізге де пайдалы шығар. Марафон сатып салдым, потому что маған бәрібір негізі мен білдім, тура мен біліп жүрген нәрселерді айтып жатыр, бірақ енді бәрібір түсін біреу қарау керек қой, біреу бақылау керек, сондай біреу керек болды маған. Енді біздің түсімізден бақылап, қайсы дұрыс емес, қандай тамақтар, в основном мен негізі тамақтарды білмейтінмін да, қандай тамақтар жеу керек екенін, қай кезде жеу керек екенін. Енді соның арқасында сатып алып, біліп жатырмын, барлығын біліп, енді соған сай істеп жатырмын. Ары қарай көріңіздер. Сол жұмысқа кетіп бара жатырмын. Мен базарға барып та үлгердім уже, жұмыста жүріп, жұмыста тиіп тұр, алып базара бізге. И мен ана нәрсе сатып алдым. Қызар түсетін шығар осының. Негізі уже тамақ жеуім керек еді, обед ше, бірақ мен әлі жұмыста жүрмін. Перекусым деген жедім, перекус негізі сағат 10:30-да жеу керек еді. Мен енді жедім. Сағат 1 болып жатыр. Ай, блин, үстіп құртып аламын ғой, мен жаз ұстаған нәрсем ше. Неге қайтпай жатырмын? Ұйқым келді, жаман қатты жұмыста. Өткен кеше 5 сағат ұйықтағам. Кеше обедте ұйықтап, сөйтіп түнде дұрыс ұйықтай алмай, ұйқым қанып тұрғаннан кейін, сөйтіп бүгін енді ерте тұрып, ұйқым келе жатыр. Мен үйге келіп қалдым уже. Үйге кіріп көремін, ұйықтаймын, ұйықтамайын ба. Мен қазір перекус жейіп жатырмын. И перекусқа мен греческий йогурт. Мен греческий йогурт бірінші рет жейін деп жатырмын. Чё за жижа?
мына қаймақ қой. Хотя бы сәл андай несі бар шығар десем, дәм беріп тұратыны бар ма десем, жоқ қой. Мен тамақ ішіп келдім. Мен сестренкама қарап отырмын. Бөлемен. Негізі тамақты кештік довольно. Білмеймін енді. Ол жағдайым дұрыс емес болды. Мен жаман қатты ұйқым келіп жатыр. Негізі ұйықтап тұрдым бір рет. Шала ұйықтап тұрдым да. Мамалар келіп қалды, сөйтіп тұрып кеттім. Енді қазір сағат 10 болды. Онда сразу ұйықтайын десем, білмеймін. Болмайтын сияқты. Қазір сол ұйықтауға тырысып көремін. Төсек салып, ұйықтап, азын тағы сол нәрселерді қайталаймын ғой. Осымен менің бір күндік влог видеом аяқталды. Менімен бірге бүкіл видео болғандарыңызға рахмет. Кездескенше.